Сәлем достар. Біз күн ыстық. Қызылорда білесіздер, өздеріңіз күн бізде 40 градус деп бергенмен, жаймен бір 45 бар. Қызым содан маған айтады, мама машинаның ішінде түсірейік деп. Спорласып екеуміз кім бірінші шығып кетеді, ыстыққа шыдамай. Үйде мынандай машина бар. Біз бұған мінбейміз, я қызым? Біз бұған мінбейміз. Біз Жигулиге мініп түсірейін деп жатырмық. Ананың іші көлеңке болып кетеді да. Сосын ол әділетсіз болып кетеді. Ана көлеңкеде тұр дейді үйдегі машина. Жигули яқта күннің астында тұр. Содан осы Жигулиге мініп түсірейік дейді. Кім бірінші шығып кетеді екен. Сол адамның ештеңе береді дедің Майткүл? 3 мың. Ыстық машинада мұздай мохито. Шыдай алмай кететін бірақ ыстық екен әше. Мен өзіме андайдан, жасыл лимондан мама трубочкасы бар, не қылса? Трубочка бар екен, ауылда тұрған өз білдік боласын, трубочка бар екен яқта. Әткен мам, қазалға бүгін жаңбыр жауыпты. Күн ыстық. Бізге жаңбыр жауыпты. Машинаның іші де ыстық жанып тұр. Мен жасмам. Қызым тепсейін дашы. Достар, мен мамаға айтпай бірдеңе алғанмын ғой, прикиньте. Қайға қоям наны? Қойдым вообще. Шыбын іші деген. Көп қызына ішінде шыбын деген. Мен күреді ғой? Қандай тепсейін? Мен шыдай алмайтын сияқты, шыбындар жеп жатыр. 3 мың теңге менікі. Күн осындай, татау осындай ыстық, білмеймін, бір 50 градус бар. 50 градус, білмеймін, бірақ 45 градус, точно 45 градус бар, я? Енді шайнек қайнайды, су қойсаң су қайнайды, Қызылорданың ыстығы бөлек қой. Осындай ыстық дала дейтін. Осындай ыстықта біз машина ішінде отырмыз. Еще алдына отырып алғанбыз ғой. Ардық, вообще. Шыдай алмай кетемін. Бір шамалы бір жел бар, бірақ ыстық жел болып тұр. Ыстық, прямо жанып тұр. Біз Қазалдың ар жағындағы ауылда тұрамыз. Құлзорда, одан кейін Қазалы деген қала бар. Оның ар жағында Үрмәштік Туайып деген ауыл бар. Сол ауылда тұрамыз. Еще Қазалда жаңбыр жауған, бізге де кітті келсе болады ғой, келмейді. Нұрсая, жаңағы Нұрсая жазып атты. Жаңбыр жауға тұр деп ше. Жағансың ба? Жоқ, бізде жаңбыр. Күнде жанып тұр, ненің жаңбыры? Өзі 2 сағаттай өткен шығар. Баланы жылайды кәмен. Сосын шығып кетеді, сосын 3 мың теңге маған береді. Тәтеге звондаймын ба? Тәте барлық мирас дұрыс. Бала сөйлеп жатыр деп айтшы десе, звондаш десе.
Ya күннің ыстығында папаны алып қойған прикинь. Мұзды илады. Мұзды илады ма не? Мұзды илады ма деймін. Машинаның ішіне күн түсірмейді, я? Стекло. Қаға қоярымыз білмей отырмыз. Мен қоясын жер таптым. Артында пакет жатыр. Жаңа пакеті болды ғой. Мен ойын ойнағым деп тұрмам. Қандай ойын ойнаймыз? Ішім пысып кетті. Достар, уже бізде